Қазақстан табиғаты таңғажайып, тарихы терең, мәдениеті бай өлке. Оның әрбір аймағы өзіндік ерекшеліктермен дараланады. Осы байтақ жердің батысында орналасқан Батыс Қазақстан облысы ғасырлар бойғы тарих пен мәдениеттің, табиғаттың ерекше құндылықтары тоғысқан өлке. Менің отаныма, менің бастамам шығармашылық жобалар байқауына, Қазақстанның жеті кереметі номинациясына арналған жобамда Батыс Қазақстан облысының жеті кереметін зерттеп ұсынуды жөн көрдім. Бұл аймақ Ұлы Жібек жолының ізі қалған, табиғи сұлулығы мен тарихи ескерткіштері мол, қазақ халқының рухани дамуына үлес қосқан бірегей мекен. Батыс Қазақстан облысы ежелгі дәуірден бері талай тарихи оқиғалардың куәсі болған. Батырлар мен билердің, ғалымдар мен өнерпаздардың туған жері. Бұл жобада мен Батыс Қазақстанның табиғи, тарихи және мәдени мұраларын кеңінен таныстырып, оларды ел дамуына қосқан үлесін көрсетуге тырыстым. Өлкеміздің көркем табиғатын, тарихи ескерткіштері мен ерекше нысандары Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемнің назарын аударарлық құндылықтар. Осы зерттеу арқылы мен туған жерімнің кереметтерін кеңінен насихаттап, оның тарихи, мәдени маңыздылығын назарыңызға ұсынамын. Жайық қалашығы Батыс Қазақстан облысы орталығы Орал қаласының оңтүстік шығысында 12 шақырым жерде орналасқан. Хронологиялық мерзімі 13-14 ғасырлар. Жайық қалашығы Алтын Орда дәуірінің өзінің өндірісімен қолөнері дамыған өркениетті қала болды. Археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде қалашық аймағынан бірнеше тұрғын, қоғамдық және шаруашылық нысандар, кірпіш және әктас күйдіретін пештер, монша, хамам, тұрғын үй жайы және қалашық бейіттері кесенелері болғандығы анықталды. Археологиялық зерттеулер Жайық қалашығының дамыған Алтын Орданың қалдығы екенін дәлелдеді. Табылған екі мыс тиынның бірінде сарайда соғылған 737 деген жазуы бар. Бұл ақша Алтын Орданың 1312-1357 жылдар билеген өзбек ханы тұсында шығарылған. Бөкей Ордасы тарихи кешені Батыс Қазақстан облысы орталығынан 550 шақырым жердегі Бөкей Ордасы ауданы Хан Ордасы ауылында орналасқан. Ішкі қазақ немесе Бөкей Ордасы Бөкей негізін қалап жәңгір жаңартқан тарихи мекен. Тарихи музей кешенінің аумағында бүгінгі күнге дейін сақталған және мемлекеттік қорғауға алынған 19 ғасыр тарих және сәулет ескерткіштері болып табылған тарихи ғимараттар біріктірілген. 1828 жылы салдырған хан Жәңгір сарайы қазақ жерінде сақталған бірден-бір хан ордасы болса, Қазақстанда тұңғыш ашылған жәрмеңке, мектеп, дәріхана, аурухана, қыздар мектебі, өрт сөндіру мекемесі, баспахана, оба індетіне қарсы станция, басқа да мекемелер ғимараттары аспан астында музейдің ішінде дайын жәдігерлерге іспеттес. Бөкей Ордасы тарихи музей кешені 1962 жылы Қазан төңкерісінің 45 жылдығына орай қоғамдық негізде ашылған Орда тарихи революциялық музейінен бастау алды. Музейге қарасты ғимараттардың көбеюіне байланысты Орда тарихи музейі 2002 жылы Бөкей Ордасы тарихи музей кешені дәрежесіне көтерілді. 2003 жылы Бөкей Ордасы тарихи музей кешені халықаралық музейлер кеңесінің мүшесі болып қабылданып, Парижде тіркелді. Жәңгір ханның тұрған хан сарайы сақталмай қалған ортаңғы бөлігі мен батыс филегінде мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы аясында 2013 жылы хан сарайы мемориалдық музейі ашылды. Шалқар көлі Орал өңіріндегі табиғи ескерткіштердің бірі. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданында орналасқан. Шалқар көлі айрықша экологиялық, ғылыми, мәдени және эстетикалық құндылығы бар көл. Орал өзенінің бассейніне жатады. Шолаққанты және Есенқанты өзендері көлге келіп ағады. Су деңгейі 1,5 метрге көтеріледі. Көлде аққулар, қаздар, үйректер, фламинго, шағалалар, тағы басқа құстар кездеседі. Жергілікті тұрғындар Шалқарды кіші теңіз деп те атайды. Бұл табиғат су айдыны өте көне болып саналады. Оның қашан пайда болғаны бүгінгі күнге дейін талас тудырып келеді. Шалқар көлі суы тұзды, хлоридті, натрийлі, минералды су типіне жатады. Су құрамында тұз қышқылы, кальций гидрокарбонаты,
магний және өмірге қажетті басқа да минералды элементтер бар. Жымпитыдағы Алашорда үйі, Алашорда үкіметінің батыс қанаты. Күнбатыс Алашордасының орталығы болған Жымпиты селосында Алаш тарихымен байланысты бірнеше ғимарат сақталған. 1918-19 жылдары Жаһанша мен Халел Досмағамбетовтар басқарған Күнбатыс Алашорда үкіметі осы тарихи ғимаратта орналасқан. Алаш жұрты азаттыққа қол созған 1917-18 жылдары Алашорданың батыс қанаты ең ұзақ 19 ай 578 күн бойы өмір сүрген. Бұл ғимарат 1867 жылдары салынып, екі қабатты ағаш үй, қабырғасы самантастан тұрғызылып, сыртқы қабаты тақтаймен қапталған. 1917 жылы шілде айында Алаш партиясы құрылып, осы ғимарат 1918 жылдың ақпан айынан 1920 жылдың қазан айына дейін Алашорда үкіметі орналасты. Қыз әулие бұлағы Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Ақсуат кентіне жақын жерде Қарағаш орманының ішінде орналасқан. Бұлақтың суы Орал маңы үстіртінен ағып келеді. Қыз әулие бұлағы туралы ел аузында баяғы заманда Нұрғали деген кісінің Салиқа атты қызы 11 жасында бұлақтың көзін ашқан екен. Анасына: "Мен 17 жасында, інім 15 жасында дүниеден өтеміз. Мен осы бұлақтың көзін аштым. Күндіз біреу болсам, түнде 10 боламын" депті. Айтқанындай, інісі екеуі өзі айтқан жастарында дүниеден өткен екен деген аңыз бар. Сол себепті мөлдір бұлаққа қыз әулие атауы берілген екен. Айналасында өсіп тұрған ұзынды қысқалы ағаштар амандық тілеу, елдікке сенім, балалардың амандығы, жастардың сезімінің пәктігі деп арнайы ақтықтар байланады. Жазын аптап күндері бұлақтың мөлдір суы тастай, ал қыстың 40 градус аязында ешқашан қатпайды. Судың құрамында көп мөлшерде күміс бары анықталды. Су асқазан ауруларына, тірек қимыл аппараттарына жақсы әсер етеді, қан қысымын қалпына келтіреді. Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты Батыс Қазақстан облысында орналасқан. Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кен орны дүние жүзіндегі ең ірі мұнай-газ конденсаты кен орындарының бірі болып табылды. Бастапқы геологиялық қоры 1,7 миллиард тонна сұйық көмірсутектер мен 1,7 триллион текше метр газды құрайды. Кен орны 1979 жылы ашылды. 1984 жылы кен орны тәжірибелік өнеркәсіптік игеруді бастады. Қарашығанақ жобасы Қазақстан Республикасының үкіметі, Әне Бритиш Газ, Әне, Шеврон, Лукойл компанияларының алиясымен Қазмұнайгаз арасындағы жасалған өнімді беру туралы түпкілікті келісім шеңберінде іске асырылды. Келісім 1997 жылғы 18 қарашада 40 жыл мерзіміне қол қойылды, және ол 1998 жылдың 27 қаңтарында күшіне енді. Қайынды Қызғалдағы Батыс Қазақстан облысының Казталовка ауданына қарасты Қайынды ауылында өседі. Лалagүлдер тұқымдасына жататын бұл көпжылдық өсімдік нәзіктіктің символы саналатын қызғалдақтың жер бетінде 150-ден астам. Қазақстанда 32 түрі кездеседі екен. Қайынды қырында өсетін қызғалдақ Шренк қызғалдағының ғылыми мінездемесіне толық сәйкес келеді. Пияшығы ірі, қызғылт қара түсті, сабағы жалпақ 20-40 см-ге жетеді. Жапырақ саны 3, түсі майда әрі тұқымдас, биіктігі 7 см-ге дейін. Қайынды даласында қызғалдақтың 10-ға жуық түрі кездеседі. Әсем гүлдердің арқасында қайынды жеріне құдды бір гүлді кілем төсеп қойғандай көрінеді. Жобамда қорытындылайтын болсам, Батыс Қазақстан облысы тарих пен табиғаттың ғажайып үйлесімін тапқан қасиетті мекен. Бұл өлке қазақ халқының өткенін, мәдениеті мен дәстүрін бойына сіңірген, болашақ ұрпаққа аманат болатын құндылықтарға бай. Жайық қалашығы мен Бөкей Ордасы тарихи мәдени кешені ел тарихын терең тамырын көрсетсе, Шалқар көлі мен Қыз әулие бұлағы
табиғаттың ерекше жаратылысымен көз тартады. Сондай-ақ Шымпитыдағы Алашорда үйі ұлттың тәуелсіздік жолындағы күрестің белгісі. Қарашығанақ кен орны ел экономикасының берік тірегі, ал Қайынды Қызғалдағы табиғаттың әсемдігі мен байлығын паш ететін кереметтердің бірі. Бұл жобада Батыс Қазақстан облысының табиғи, тарихи және мәдени мұраларын таныстыра отырып, олардың маңыздылығын көрсетуді мақсат еттім. Бұл өңірдің ерекшеліктері Қазақстанның ғана емес, әлем жұртшылығының назарын аударуға лайық. Әрбір жас ұрпақ туған өлкесін зерттеп, оның асыл қазыналарын бағалап, сақтауға атсалысуы қажет. Осы жоба арқылы мен Батыс Қазақстан облысының 7 кереметін дәріптеп, оның құндылықтарын насихаттап, өз үлесімді қосуды жөн көрдім.